Сәлеметсіңдер ме қыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен вишня тоқуды үйренеміз. Алғашқы мына бізімізге бірінші қатарда тек қана теріс тоқып алатындай қажетті ілмектерді алсаңыздар болады. Қанша ілмек алғанымды астына описанияға қалдырамын. Енді қажетті терістен кейін біз мұнда 1, 2, 3 теріс тоқыдым. 3 терістен кейін енді бірден 5 ілмекті аламыз. Қараңыздар қалай алып жатырмын. Оң жағынан қарап біреуін алып, біреуін тоқып, бірден 5 ілмек шығады. Қазір тағы да видеодан көресіздер. 1 теріс, екінші теріс, 3, міне іліп алдық, воздушный петля, іліп алдық, оңынан воздушный петля, тағы да іліп алдыңыздар. Міне осы біздің вишняның басы болады қыздар. Дәл осылай. Міне көрдіңіздер ме? 5-еуі жиналды. Дәл солай жұмыс соңына дейін осылай қайталанады. Міне қыздар, бірінші жолда аяқтадық. Енді ары қарай және ары бері өрнектер 4 жол. Тіпті өздеріңізге қажет болса 5 жол ары бері ешқандай өзгеріссіз тоқып шығасыздар. Оңды оң қылып, терісті теріс қылып.
Міне қыздар, қажетті биіктікке дейін маған жеткілікті болды. Осы жерді сол жағын және вишняның екі жағын қысқартатын боламыз. Терісім тоқып алдым. Енді мына екі ілмегімді біріктіремін. Мына ілмекті оң тоқимыз. Енді мынау әдемі шығу үшін орындарын бүйтіп ілмектің басын айналдырып қайтадан бізге саламды біріктіріп аламын. Міне, бұл вишнямыз енді 5 еді, енді 3 болып шықты. Дәл осылай жұмыс соңына дейін теріс тоқылады, қысқартылады және вишняның ең соңғы екі ілмегі де өстіп қысқартылады. Жұмыс аяғына дейін қайталанады. Міне соңғы осы қатарымыз, қысқарту қатары бітті. Міне қараңыздар, вишняның басы жинақталып қалды, дөңгеленіп қалды, әдемі шықты. Ал теріс жағында оңды оң тоқимыз, терісті теріс тоқимыз. Міне қыздар, қазір вишняның соңғы мына 3 ілмек көрсетіп тұрғандай осы біріктіріліп оң тоқылады. Теріс ілмектеріміз теңіз тоқылатын болады. Бірінші ілмектіне ілініп аламыз, теріс тоқимыз. Мына үшеусін бірден біріктіріп, бір ілмек қып оң қылып тоқимыз. Вишняның басы міне осылай шықты. Жол соңына дейін осылай қайталанады. Енді арты қыздар, артында ешқандай өзгешелігі жоқ. Оңды оң тоқимыз, терістердің барлығын теріс тоқимыз. Бұл жерде терісіміз біреу-ақ болды. Оң тоқылатын жаңағы ар жағынан қарағанда терісі. Яғни сурет бойынша теріс барлық жер теріс, оң тұрған жер оң тоқылады.
Міне қыздар, вишняның басы осылай дөңгеленіп шыға қалды. Енді осы вишняның енді сабағы кетеді. Қыздар, қараңыздар, міне вишняның басында бір тал оң қалды ғой, қысқартып алған, ол сабағы болып жоғары қарай тоқылып шықты. Бұл вишнялардың барлығы мысалы төмен қарап тұр. Басқа да өрнектерді вишняны алмастырып тоқуға болады. Сіздерге міне схемада көрсетіп тұрғандай, бір вишня төмен жағында тұрса, біреусі сабағынан басталады, жоғары жағында вишняның басы болып тұрады. Міне мына жерде вишняның басы 3 терістен кейін бір оң биігінен кетеді, жұмыс біткеннен кейін жоғары жағында кетеді. Міне дәл осы схемамен мен басқа жіппен сіздерге модель схеманы тоқып көрсетіп отырмын. Бұл да осылай тоқысаңыздар да өте әдемі шығады. Міне осылай қыздар, менің каналыма лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы тағы да қызықты өрнектерді тоқып көрсететін боламын. Қош сау болыңыздар.